Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жоқтан бар еткен түйілген қанынан жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақтар мен шүкірлер болсын. Екі дүниенің сардары пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сәлемдер мен салауаттар болсын. Бүгін сіздерге кішкене ғана лайфхак не дейді, мотивация болсын деймін, иншалла. Бір сондай бүркіттің оқиғасын айтып берейін деп жатыр. Бүркіт 2 жасқа келген кезде ол өзі қоректеніп, тамағын өзі аулап, өзі жейтін халге жетеді екен. Ал енді осы бүркіттер жайында айтатын болсақ, олар 40 жасқа келген кезде жартысы өледі, жартысы 70 жасқа барып өледі екен. Ал енді біз қарасақ, неге бүркіттер 40 жаста өледі? Неге 70 жаста өледі? Ең ұзақ өмір сүретін құстардың бірі бұл бүркіт екен. 40 жаста өлетін бүркіт бұл өзінің еріншектігінен, өмірге деген көз қарасынан төмендігінен өмірден өтеді екен. Өйткені ол 40 жасқа келген кезде оның тырнақтары қалыңдап өсіп кетеді екен. Аңды ұстаған кезде қолы оны қатты қысып тұра алмай жіберіп қоятын халге жетеді екен. Тұмсықтары соншалықты өскені көкірегіне қарап өсіп кетеді екен. Тамақ жеген кезде оған не істейді? Кедергі жасайды екен. Ал қанаттары көбейіп ұшуға оған қиын болып қалады. Сол үшін сол кезде көп бүркіттер 40 жасында өмірден өтіп қайтыс болады екен. Өледі екен. Яғни өледі екен. Ал енді 70 жасқа баратындар не істейді? 70 жасқа баратындары олар ешкімнің қолы ұшы жете алмайтын үлкен биікке шығып, таудың ең ұшына шығып, бірінші тұмсықтарын тасқа ұрып сындырады. Сол тұмсық өсіп шыққаннан кейін тырнақтарын жұлып тастайды. Тырнақтары өсіп болғаннан кейін қанаттарын жұла бастайды. Бүкіл қанатын жұлып тастайды. Тұмсығы жаңадан шығады, тырнақтар жаңадан шығады, қанаттар жаңадан шығады. Сөйтеді де ол жаңадан туылған бүркіт сияқты сол шыңнан ұшып, ары қарай 30 жыл өмір сүреді екен. Сол уақыттың ішінде бүркіттің шыдамдылығы, сабырлығы 6 ай, 5 ай уақыт кетеді екен. Сол үшін сіздер де өздеріңіздің өмірлеріңізге өзгеріс енгізіңіздер. Сол қатып қалған нәрсемен қатып қалмай, одан да жақсы нәрселерге өзгертіп, өміріңізді жаңадан бастаңыз. Егер намазды бастай алмай жүрген болсаңыз, намазды бастаңыз. Егер де Құранды оқи алмай жүрген болсаңыз, Құранды оқыңыз. Сол жүріс болып қалмау керек бізде. Біз өзімізді өзгертіп, жаңадан идеялар алуымыз керек. Біз өмірдегі мақсатымыз тек Аллаға құлшылық ету ғана екен. Аллаға құлшылық ету арқылы біз бұл өмірдегі және ақыреттегі бақытқа ие болады екенбіз. Баршаларыңызға Алла разы болсын.